Ал достар, қайырлы күн. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін сол демалыста бір қалаға шыққан жайымыз бар. Негізі ауызашарға, кешке ауызашарға барамыз. Бір кісінің үйіне. Оған дейін бір-екі жұмыстарымызды бітірейін деп шығамыз. Мына жігітке қарасаңыздар, мен сияқты киіп алыпты бұл. Бежевый. Сен сияқты ма? Сен мен сияқты ма? В общем, екеуміз никак ақылдасқан жоқпыз. Мен бүгін енді күн жылы ғой деп бір ақ кие саламын ғой. Сөйтсем айыз бежевый болып, андай типа парный болып, андай киім ауыстыру керек болады срочно. Парный болып. В общем, киім ауыстыра, мен пальто киіп аламын. Мен тұрып алып Нұрекең келдік. Ассалаумағалейкум. Нұрекең, қалайсыздар, жақсыздар ма? Андай бір күшті жерде отырмын да, өзімді бай сезініп жатырмын, шыны керек. Бірақ та деген дүние бар. Руханida қатырып жатқан жоқпыз, материал тұрғыда да қатырып жатқан жоқпыз, шыны керек. Баймын деп дәл қазір ата-анаммен отбасыммен айта аламын, болды. Қалған жақтардан баймын деп айта алмаймын. Но, достар, әрекет адамнан, берекет Алладан. Олай қалса жақсы жаңалықтар күтіңіздер бізден. Алланың сүйікті құлы екеніме тағы да көзім жетіп жатыр да, Аллаға шүкір кезінде сақтап қалған. Мыңда бір шүкір. Бірақ енді погоданы бар ғой. Айта алмадым ғой. Ой, не могу деген погода отыр ғой. Не могу. Қарлар енді бір-екі күнде еріп кетсе. Здравствуй, столица. О, ең сүйікті тамағың қандай дейді ғой маған ет қой. Завтрак, обед, ужин ет. Нағашыларым бір ет жеші деп, асқазаның ауырып жатыр деп осындай ет жеп жатыр күніге. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Ал бізге ас болсын, бізде завтрак, не могу деген завтрак. Нағашым красавчик бол. Асығып, боянып бір жерге барайын деп жатырмын. Бір интересный жерге шақырды мені. Қазір айта алмаймын. Но көріңіздер. Бірінші рет бара жатырмын. Маған өзіме бір қызық болып тұр. Так что келесі стористі обязательно прям қараңыздар. Сіздерге айтқан жерге келдім. Күшті, таза ауа. Қазір көрсетем, келесі стористі көрсетем. Қараңыздар қайда келдім. Офигеть, ничего үлкен.